Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің атыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Рафаэлло тортын жасаймыз. Ең бірінші біз 4 жұмыртқаны қантпен араластырып аламыз. Ол 2-3 есе көтерілуі керек. Енді үстіне қант қосамыз. Аппақ көміп болғанға шейін миксерлейміз. Мінекей достар, біз жұмыртқамен қантты араластырып алдық. Енді біз оның үстінен маймен, сұйық маймен суды араластырамыз. Су міндетті түрде ыстық су болу керек. Енді ыстық су. Келесі бәрін араластырамыз. Достар, біз маймен суды араластырып алдық. Енді біз оның үстінен бір қасық қопсытқыш қосамыз. Оның үстіне. Осы илектің ішінде араластырып аламыз. Енді қосамыз. Сіздердің илектен өткізгендеріңіз маңызды, жақсы көтеріледі. Жартысын қосып араластырып аламыз. Енді қалған жартысын қосамын. Мен оны шашырамас үшін алдын ала араластырып аламын. Енді миксерлеймін. Достар, біз массамызды 2-ге бөліп, формаларға салып алдық. Менің формам диаметр 22 см. Енді біз оны 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Достар, енді біз крем жасап алайық. Бірінші біз оның үстіне сливки құямыз. Біздің сливкеміз міндетті түрде холодильниктен шыққан салқын болу керек. Енді үстіне қаймақ қосамыз. Сіздердің қаймақ салуларыңыз маңызды емес. Енді бәрі қою масса шығу керек. Енді біз оның үстінен қант ұнтағын саламыз. Миксерлеуге 7-8 минут кетеді. Енді үстінен сгущенка саламыз. Енді оның үстінен сахарный пудра саламыз. Үстінен сгущенка қосамыз. Енді араластырып аламыз. Енді ең соңғы кокосовый стружкамызды салып, тағы да миксерлейміз. Араластырамыз. Мінекей достар, бізден мынандай әдемі қою крем шықты. Енді біз оны коржықтарымызға жағып аламыз. Достар, енді біз пропиткасын жағып аламыз. Мінекей достар, біздің енді кремімізді жағамыз. Ол өте қою болып шықты. Енді үстіне екінші коржымызды қоямыз. Бетіне крем жағамыз. Енді үстіне жанына кокосовый стружка сүйіп шығамыз.
Енді крема әбден сіңгенге шейін оны 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептіме лайк басып жарнама жазылыңыздар, және осы торт туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.